Мейіздің зиянды жақтары. Мейіздің көптеген пайдалы қасиеттері бар, алайда бұл өнім өте жоғары калориялы, сондықтан тұтыну мөлшерін мұқият бақылау керек. Бұл әсіресе өз салмағы мұқият қадағалайтын адамдарға қатысты. Қант диабетімен ауыратын адамдар мейізді көп мөлшерде жеуге болмайды, өйткені бұл өнім құрамында қант мөлшері едәуір жоғары. Асқазан жарасына, жүрек жеткіліксіздігіне мейіз ішу ұсынылмайды. Сондай-ақ кептірілген жүзім аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін екенін ұмытпаған жөн. Сондықтан мейізді жиі тұтынуды жоспарласаңыз, міндетті түрде маманға жүгініңіз. Өнеркәсіптік кептіру кезінде мейізді арнайы зиянды заттармен өңдеуге болатындығын есте ұстағаныңыз жөн. Оны қолданар алдында оны өнімнен жақсылап жуу керек. Мейіз халықтық медицинада танымал, адамдар оларды қайнатпай түрінде жиі пайдаланады, өйткені ол витаминдердің осы шоғырланған кешенін жақсы сіңіреді. Оның үстіне оны балалар да қабылдай алады. Калий мен басқа минералдардың көп болуына байланысты мейіз сорпасы дененің су-тұз балансын қалпына келтіруге көмектеседі. Денедегі осындай теңгерімсіздік кейбір ауруларда кездеседі. Сонымен қатар бұл диета мен өмір салтын бақыламайтын, шамадан тыс физикалық күш салатын жаман әдеттері бар немесе қарт адамдарда пайда болуы мүмкін. Бұл жағдайда мейіздің қайнатпасы ағзаның жұмысын қалыпқа келтіруге көмектеседі, өйткені ол қан қысымы мен жүйке жүйесіне жақсы әсер етеді. Мейізді пневмония немесе тыныс алу органдарының басқа аурулары кезінде қолдану қақақты жақсы шығаруға ықпал етеді. Сондай-ақ мейіз ағзаны тазартуға жақсы, өйткені ол диуретикалық әсерінің арқасында токсиндерді керемет түрде жояды.